Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Лаура ханым, саламатсыз ба? Енді осы бүгін біз ұжымды 6 факультетіміз бар. Сол 6 факультетіміздің әріптестерімізді шақырып, осындай кездесуге сізбен осы Erasmus плюс бағдарламасын қалай жұмыс істеуге болады, қандай бағыттары бар. Одан қалса біз енді өздеріңіз білесіздер, Лаура ханым өзі координатор Erasmus плюс, национальный координатор, да, национального офиса Erasmus плюс в Казахстане. Соған арнайы шақырып кездесуде сіздермен жаңағы презентацияңызды қарап, жаңағы талқылап, сұрақтарымызды қойып, одан қалса біздің университетте де қазір үш осындай бағытта жұмыс істедік. Біз енді водная дипломатия бар. Содан кейін Мынандай салмаңыз ағай. Мынандай кешірім салып сұраймын. жүрмеңіз. Құрметті Мынаумен бірге. әріптестер, выключите. Жауап қатса бәле болады. Иә, бұның бәрі. Өшіп қалды. Содан біз жаңағы арнайы өшірде микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздаршы, пожалуйста. И біз енді арнайы осы кездесу жасап, жаңағы талқылап, сұрақтарыңыз бар болса, Лаура ханымға сосын презентациядан кейін уже қоюға болады деп ойлаймын. Лаура ханым, сізге өзіңізге сөз. Бұл жерде енді біз өшірге де айтып кететін нәрсе, филиал бар бізде қазір жаңадан ашылған филиал РХТУ, Российского химико-технологического. Сол әріптестерімізді де қосып жатырмыз өшірге, оларды қатысып жатыр, оларды қатысамыз деп болашақта сондай өздері ойлары бар. Поэтому сөз өзіңізге, Лаура ханым. Рахмет өзіңізге. Жақсы, рахмет, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ең біріншіден бүгінгі кездесуді ұйымдастырып отырған университет әкімшілігіне, Шолпан Алтынбековнаға, Гүлнұр Исабекова рахметімді айтам. Негізі мен бұл Erasmus бағдарламасы бойынша Қазақстанның барлық қаласына барып шыққам. Жалғыз қалған, бармаған қалам Тараз. Өйткені былтыр барайын дегенде сіздер бөлініп жатты, құрылым ауысып жатты, сондықтан кейінге қалдырдық. Сондықтан да жолым түсіп, әлі сіздерге барам деген үміттемін. Енді бүгінгі ақпараттық сессияның басты мақсаты, құрметті әріптестер, сіздерге Erasmus плюс бағдарламасы бойынша ақпарат беру, сондықтан да уақытты созбай қазір презентациямды көрсетейін. Көрініп тұр ғой, презентациям. Жаңа айтып өткендей, біз Астана қаласында орналасқанбыз. Қазақстандағы Erasmus плюс ұлттық кеңсесі деп аталамыз. Мен соның үйлестірушісі боламын. Мына презентация өте ауқымды презентация. Сондықтан да мен ең басты аспектілеріне ғана тоқтаймын. Кез келген уақытта сұрақтарыңыз болса, мені тоқтатып, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Бұл презентация Гүлнар Исабековада бар. Бұны таратуға болады, құрметті әріптестер. Енді ең бастысы айтайын дегенім, қазір жалпы Erasmus плюс бағдарламасы кезең-кезеңмен жұмыс істейді. Бұған дейінгі кезеңі 2014-2020 болған. Қазір біз сіздермен отырған кезең ол Erasmus плюс 2021-2027. Erasmus плюс бағдарламасының өзінің басым бағыттары бар, яғни приоритеті. Ең біріншіден бұл инклюзия және алуандылық, немесе әртүрлілік, одан ары цифрлық трансформация, қоршаған орта, климат өзгерісімен күрес және демократиялық өмірге қатысу және азаматтық белсенділік. Яғни сіздердің жаңағы жобаларыңыз, беретін жобаларыңыз көбінесе осы басым бағыттарға негізделуі тиіс. Енді сіздер жалпы кез келген қазақстандық және Орта Азия университеттері мына 4 әрекетке, біз оларды әрекет деп атаймыз, действие, action. Осы 4 әрекетке қатыса аласыздар. Ең біріншіден вуз ретінде, жоғары оқу орны ретінде. Ең біріншіден бұл халықаралық кредиттік ұтқырлық. Бұл бірінші бағыт аясында жүзеге асады. Екінші бұл жоғары білім беру әлеуетін арттыру. Үшіншіден Erasmus Mundus біріккен магистрлік бағдарламалары және Жан Моне жобалары. Енді қазір осының әрқайсына тоқталып өтем.
Ең біріншіден халықаралық кредиттік ұтқырлық, аты айтып тұрғандай, бұл жерде сіздердің университеттеріңіз еуропалық серіктестермен оқытушы профессорлық құрам алмасады, әкімшілік қызметкерлермен алмасуы мүмкін, немесе студенттермен алмасуы мүмкін. Қысқаша айтқанда, бұл алмасу бағдарламалары, ұтқырлық бағдарламалары. Яғни сіздер өздеріңіздің қызметкерлеріңізді, студенттеріңізді өздеріңіздің еуропалық серіктестеріңізге оқуға немесе біліктілікті арттыру курсына жібересіздер. Бұл үшін не істеу қажет? Ең біріншіден, әрине, сіздердің еуропалық серіктестеріңіз болу керек. Еуропадағы жоғары оқу орындары Erasmus плюс бағдарламасына конкурс жарияланған кезде, сол сіздердің еуропалық серіктестеріңіз өтінім беру керек. Өтінімде Дулати атындағы Тараз университеті деп сіздерді көрсету керек. Егер өтінім сәтті болып грант алып жатса, еуропалық университет, онда сіздер осы ұтқырлық бағдарламасын әрі қарай жүзеге асыра аласыздар деген сөз. Студенттер үшін бір семестр оқи алады еуропалық университетте, немесе тіпті бір академиялық жылға бара алады. Егер оқытушы немесе қызметкерлер жіберсеңіздер, 2 күннен 60 күнге дейін жаңағы біліктілікті арттыру курстарына барады. Бұл тек қана бір жақты алмасу емес, сіздер де олардан студент және қызметкерлерді қабылдай аласыздар, двухсторонний обмен. Енді мына жерде статистика, бұны қалдырып өтейін. Жалпы қазақстандық жоғары оқу орындар халықаралық кредиттік ұтқырлыққа өте белсенді қатысады. Мына жерде сіздер сандарды көріп отырсыздар. 2024 жыл бойынша мысалы 389 студент және қызметкер бізден жіберіліпті Қазақстаннан Еуропа елдеріне. Одан біз олардан да қабылдағанбыз, 189 студент және қызметкер қазақстандық жоғары оқу орындары қабылдапты. Көбіне біз қабылдайтынымыз аздау, көбінесе біз жібереміз қабылдағаннан гөрі. Мына жерде ұтқырлық жобаларына қатысатын бүкіл қазақстандық жоғары оқу орны көрсетілген. Сіздер 11-ші орындасыздар. Сіздерде өте жақсы көрсеткіш, салыстырмалы түрде. Әрине, бұл жерде көшбасшылар ең үлкен, ең ауқымды университеттер: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нарикбаев университеті де көшбасшылардың бірі. Бірақ сіздерде 11-ші орында екенсіздер. Бұл өңірлік университетке өте жақсы көрсеткіш. 22-ші жылы 5 жоба алыпсыздар, 23-ші жылы 7 жоба алыпсыздар, 24-ші жылы 9 жоба алыпсыздар. Осылай ары қарай көтеріле берсе, ол өте жақсы динамика. Жалпы бұл жерде 76 университет қатысады қазақстандық жоғары оқу орындарының ішінде. Бұл бірінші айтқаным жаңа халықаралық кредиттік ұтқырлық. Бұл бойынша бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді екінші, ең танымал бағыттардың бірі Erasmus плюс аясындағы бұл ППО дейміз біз қысқаша. Бұл жоғары білім беру әлеуетін арттыру жобалары. Яғни бұл жерде сіздер қарапайым тілмен айтқанда еуропалық университеттермен консорциум құрасыздар және бір жобаны жүзеге асыруға өтінім бересіздер. Жеңіп алып жатсаңыздар, 200 мың евродан бастап 1 миллион евроға шейін жобаға жеңіп аласыздар. Сондай сомада сет еще массаж сіздікін грант жеңіп аласыздар да, сол грант сомасына өздеріңіздің көздеген жобаларыңызды жүзеге асырасыздар. Бұнда қандай жобалар қарастырылады? Біріншіден, бұл мысалы жаңа инновациялық дейміз ғой, өте заманауи білім беру бағдарламаларын әзірлеуге бағытталған жобалар болуы мүмкін. Немесе білім беру процесіне жаңашыл білім беру әдістерін енгізу жобалары болуы мүмкін. Немесе бір реформалар өткізетін жобалар болуы мүмкін. Яғни бұл білім беру жобалар, бұл ғылыми жоба емес Erasmus плюс, бұл білім беру, образовательный проекты. Бұл жерде енді 3 бағыты бар. Ол өзінің жаңағы жобаның ауқымдылығына қарай, мерзіміне қарай 3 бағытқа бөлінеді. Ең біріншісі мысалы сомасы 200 мыңнан 400 мың евроға шейін. Бұл жерде соншалықты ауқымды емес, кішігірім жобалар қарастырылады. Екінші бағыт стренд деп атаймыз. Екінші бағыт аясында 400 мыңнан 800 мың евроға шейін грант қарастырылған. Мерзімі ұзақтығы жобаның 24-тен 36 айға дейін. Бұл жерде көбінесе жаңағы білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, немесе модульдерді жасап шығаруға, зертханаларға қондырғылар қоюға, оборудование для лаборатории, сондай бағыттарға арналған жобалар қарастырылады. Үшінші түрі, бұл ең ауқымды, ең
өршіл амбициозный жобалар десек болады, өйткені бұл жерде тек қана консорциум негізінде емес, жалпы Қазақстанның білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер жасауға бағытталған жобалар қарастырылады. Көріп отырсаңыздар, грант сомасы де әлдеқайда үлкен, 1000 еуроға шейін жетеді. Мына жерде біреу қол көтерген екен, сұрақ қойын деп едіңіз, әлде? Студенттерім бар. Солар. Айта беріңіз, Лаура ханым, сосын, может быть, өзі не қылар? Бұл жерде Жарайды. мен де көріп байқап қалып едім жаңа. Және үшінші бағыттың бір ерекшелігі, бұл жобаларға міндетті түрде министрлік қатысу керек, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі, оларсыз консорциум болмайды. Кейбір статистиканы мен қалдырып кетейін. Мына жерде енді жалпы қазақстандық университеттердің алған жобалары, қатысу белсенділігі көрсетілген. Жалпы 22 жылдан бастап қарасақ, қазақстандық жоғары оқу орындарының белсенділік деңгейі анағұрлым артып отыр. Мысалы, биыл 81 өтінім берілген екен қазақстандық жоғары оқу орындарының қатысуымен. Сол 81 жобалық өтінім ішінде 5 жоба іріктелген қаржыландыруға. Ол 5 жобаның ішінде бізде бір грант холдер бар, қазір түсіндірем не екен. Ол 5 жобаға бізден 17 жоғары оқу орны мен ұйым қатысады. Жалпы жоғары білім беру әлеуетін арттыру жобаларына қазақстандық жоғары оқу орындар 2 рөлде қатыса алады. Біріншісі жай ғана серіктес, яғни партнер. Сіздер консорциумға енесіздер, өз міндеттемелеріңізді атқарасыздар. Ал екінші рөл ол грант холдер, яғни грантты ұстаушы, былай тікелей аударсақ, немесе үйлестіруші, координатор деп атаймыз біз. Яғни грант холдер болу деген, сіз гранттың басты авторсыз, басты ұстаушысыз. Сіз консорциумды өзіңіз құрасыз, және басқа да серіктестердің жұмысын үйлестіріп, біріктіріп, өтінімді сіз бересіз деген сөз. Грант холдер болу өте мәртебелі, ол аса бір үлкен мәртебе жоғары оқу орны үшін, бірақ онымен қатар ол үлкен жауапкершілік. Өйткені бүкіл жаңағы жобаның сәтті жүруіне, аяқталуына сіз координатор ретінде, грант холдер ретінде сіздің университет жауап береді деген сөз. Қазақстанда осы кезеңде 2-ақ грант холдер бар. Біріншісі ол Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 23 жылы жасылмен белгіленген грант холдер атанды өз тарихында бірінші рет. 25 жылы Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті өз тарихында бірінші рет грант холдер атанды. Мына жерде жоғары білім беру әлеуетін арттыру жобаларына қатысатын университеттердің тізімі берілген. Сіздер бұл жерде 5-ші орында екенсіздер, Әуезов университетінен бір грантқа, бір жобаға кемдеу. Бұл бірақ өте жақсы көрсеткіш салыстырмалы түрде. Әлі консорциумға ене алмай келе жатқан университеттер өте көп. Сіздерде 2 жоба бар, қазір оларға да тоқталамыз. Әр жыл сайын негізі бұл тізім жаңа университеттермен толықтырылып отырады. Мына көкпен белгіленген университеттер, бұлар консорциумға жалпы осы жоба түріне алғаш енген университеттер. Біз оларды новичок дейміз, newcomer. Бұлардың арасында Түркістандағы Яссауи университеті, Әлихан Бөкейхан университеті, Қарағанды индустриалдық университет, Еуразиялық технологиялық, халықаралық инженерлік технологиялық университет енген болатын алдыңғы жылдары. Ал 25-ші жылы 2 жаңа университет енді, ол Астана IT университеті және Қазақ спорт және туризм академиясы. Сондықтан да неғұрлым көп университет қосылса, соғұрлым әрине Қазақстан үшін жақсы. Енді мына жерде қандай жобалар іріктелді қаржыландыруға? Кешіңіздер, микрофондарыңызды өшіп қойыңыздар ма? Жиырма екінші жылдан бастап қандай жобалар іріктелген, қаржыландыруға сол көрсетілген. Мынаның арасында 4-ші жобада сіздер отырсыздар. Кешіңіздер, құрметті әріптестер, кедері келтіріп отырсыздар. Өшесіздер ме микрофондарыңызды? Әлде организатор өшіп тастай аласыз микрофонын? Мен вот көрдім, болды. Рахмет. Мына жерде 4-ші жобада сіздердің университет
беттеріңіз тұр. Жаңағы суға байланысты, су дипломатиясы бойынша жоба. Соған енген екенсіздер. Одан кейін 2023 жылы Text for Future'ға енген екенсіздер. 25 жылы консорциумға енбепсіздер. Бірақ бұның өзі өте жақсы. 2 жыл қатарынан консорциумға ену деген оның өзі жақсы жетістік. Міне 25 жылы іріктелген жобалар. Диана, мына бірінші тұрған жоба, мен бағана атап өткен Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің жобасы, грант холдер ретінде берген жобалары. Бұл жобаны олар 2-3 жыл қатарынан беріп жеңе алмай қойған. Бірақ сіздер білесіздер, жоба тіпті өтпегеннің өзінде Еуропалық комиссиядан кері байланыс келеді. Жаңағы сіздің өтініміңізді қалай бағалады, не үшін қанша балл қойды, соның бәрін негіздеген өте жақсы мынандай анализ келеді. Бұл университет сол анализді оқи отырып, өтінімнің сапасын жақсарта отырып, 25 жылы қайтадан беріп, ақыры осы жобаны жеңіп алды. Мен бұны неге айтып отырмын, құрметті әріптестер? Егер де сіздер грант холдер ретінде өтінім берсеңіздер, бірақ ол өтпей қалса, оған қатты қайғырудың қажеті жоқ. Ол жобаны қайтадан жақсартып, берілген комментарийлер ескере отырып, жақсартып, ол келесі жылға қайтадан бере аласыздар. Міне Диана бірінші жоба, екінші жоба Мекас. Бұл жерде 2 жоба Өзбекстанның үйлестірушілігімен. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер, маған өте қиын біреу сөйлеп жатқанда қатарласып сөйлесу. Рахмет. Үшінші жоба Cyber for CA. Сосын байқаған боларсыздар, мына жерде курсивпен мен жазып отырдым. Әр жобаның өзінің басым бағыты бар. Егер сіздер жоғары білім беру әлеуетін арттыру жобаларына өтінім береміз десеңіздер, 3 басым бағыт бар Орта Азияға. Біріншісі ол Green Deal деп аталады, зеленая сделка немесе зеленый курс. Яғни климатқа байланысты, экологизация, экологияға байланысты жобалар. Екіншісі Digital Transformation, цифрлық трансформация. Мысалы, жасанды интеллект жалпы цифрландыруға байланысты жобалар. Сосын үшіншісі Sustainable Growth and Jobs, бұл тұрақты өсу және жұмысқа орналасу. Яғни студенттер мен оқытушылардың, қызметкерлердің дағдыларын арттыруға бағытталған жобалар. Осы басым бағыттарды міндетті түрде ескересіздер егер жобалық өтінім берсеңіздер. Мынау енді 4-ші, 5-ші, тағы да Green CA, Educatia, сол сияқты. Енді бұл әлеуетті арттыру жобаларын атап өттім. Екінші, үшіншісі Erasmus Mundus деген тағы да жақсы мүмкіндік бар. Сіздер сияқты тәжірибелі университеттерге арналған мүмкіндік. Бұл жерде 2 вариант бар. Біріншісі Erasmus Mundus Joint Masters, екіншісі Erasmus Mundus Design Measure. Қазір айырмашылығын түсіндірем. Erasmus Mundus Joint Masters дегеніміз консорциуммен бірге отырып, міндетті түрде консорциумда Еуропалық университеттер болу керек. Сол консорциуммен бірге отырып, біріккен ортақ магистрлік бағдарламаны жүзеге асыру. Былайша айтсақ, мысалы сіздерде айталық ағылшын тілінде оқытылатын, алатын жаңашыл бір магистрлік бағдарламаларыңыз бар дейік. Сондай бағдарлама болса, сіздер консорциуммен бірге отырып, осы Erasmus Mundus Joint Masters аясында өтінім бере аласыздар. Егер өтінім өтсе, оған сіздер кәдімгідей грант жеңіп аласыздар. Сосын ол магистрлік бағдарламаларыңызға шетелдік студенттерді қабылдайсыздар. Әр қабылданған шетелдік студентке сіздер қаржы аласыздар, қаражат аласыздар осы грант аясында. Ал егер айталық сіздерде ондай дайын магистрлік бағдарлама жоқ болса, онда екінші вариант Erasmus Mundus Design Measure, соны қарастыра аласыздар. Erasmus Mundus Design Measure дегеніміз консорциуммен бірге отырып, нөлден бастап жаңа магистрлік бағдарлама әзірлеу деген сөз. Яғни сіздер консорциуммен біргесіздер, сосын бірге отырып, жаңағы бағдарламаны бірге әзірлейсіздер. Бұл жерде жобаға берілетін грант сомасы 60.000 евро. Енді қазақстандық университеттер Erasmus Mundus'қа әлі белсене қатысады деп айта алмаймыз өкінішке қарай, бірақ қазақстандық университеттердің арасында бір университет бар, Erasmus Mundus Joint Masters'ға да кірген, Erasmus Mundus Design Measure'ге де кірген. Ол КИМЭП университеті Алматыдағы. Олар былтыр 2024 жылы Erasmus Mundus Design Measure'ны кәдімгі грант холдер ретінде жеңіп алды. Және Erasmus Mundus Joint Masters аясында олар Орта Азия
Азияны зерттеу, Central Asian Studies, Орта Азияны тану деген сияқты магистрлік бағдарламаларын ұсынып отыр. Егер бұған қатысам десеңіздер, әрине консорциум керек, және жаңағы идея керек. Қандай магистратура бағдарламасын сіздер ұсына аласыздар Erasmus Mundus аясында. Erasmus Mundus туралы айтқанда, біз бұл тек қана жоғары оқу орындарға мүмкіндік емес, бұл сіздердің түлектеріңізге де магистратура бағдарламасына түсу мүмкіндігі. Кез келген қазақстандық азамат немесе азаматша жоғары білім дипломы бар адам осы магистратура түсе алады. Бұл стипендиялық бағдарлама. Еуропа елдерінде магистратура бағдарламасы. Бұл жерде жаңағы келіп қайтадан жұмыс істеу міндеттемесі, отработка ондай жоқ, сондықтан да өте тартымды бағдарлама. Қазақстаннан жылда өте жақсы өтеді бұл бағдарламаға. Міне 25 жылы біз 43 стипендиат жібердік. Алдыңғы жылдары көптеу болған, бірақ қаражаттың азаюына байланысты бұл жылы аздау жібердік. Енді ең соңғы әрекет, құрметті әріптестер, бұл Жан Моне әрекеті. Мүмкін сіздер естіген боларсыздар. Жалпы Жан Моне ол Еуропалық одақтың негізін қалаушысы болып саналады, сондықтан да соның құрметіне осындай жоба ойластырылған болатын. Бұл жоба бойынша Жан Моненің 3 түрі болады: модуль, кафедра және Центр передового опыта, жетік тәжірибелер орталығы. Жан Моне жобасының мәні, қарапайым тілмен айтқанда, оқытушы, сіздердің мысалы сіздердің біріңіз Еуропалық одақтың тәжірибесін зерттейтін, соны беретін, транслировать, соны ары қарай бере алатын бір курс әзірлейсіздер, оқыту курсын. Бұл модуль болуы мүмкін. Яғни модуль аясында сіздер Еуропалық одақпен байланысты бір пән жасайсыздар, әзірлейсіздер және соны жүргізесіздер 3 жыл көлемінде. Оған сіздерге грант бөлінеді. 3 жыл көлемінде, мысалы, модуль жеңіп алсаңыздар 35 000 евро, кафедра жеңіп алсаңыздар 60 000 евро, соңғысын жеңіп алсаңыздар 100 000 евро. Модуль мен кафедраның айырмашылығы, модуль жылына 45 сағат жүргізулеріңіз керек жаңағы әзірлеген курстарыңызды, ал кафедра болса жылына 90 сағат жүргізулеріңіз керек. Яғни ауқым бойынша кішкене ерекшеленеді. Ал үшіншісі жаңағы алдыңғы жеті тәжірибелер орталығы болса, онда университетте тұтастай бір орталық ашылу керек. Сол Еуропалық одақтың тәжірибесін насихаттайтын. Қазақстандық университеттер Жан Монеға өте белсенді өтінім береді, бірақ осы жылдың нәтижесіне қарасаңыздар, бұл жерде жаңағы сәттілік процент успеха 1%. Өйткені конкурс өте жоғары, бәсеке өте жоғары, және Орта Азияға берілетін қаржы көлемі өте аз. Сондықтан да бұл жылы 1 жоба өтті. Былтыр 2 жоба болатын, оның алдында 4 жоба болатын, өте бәсекеге толы жоба түрі. Қандай университеттер қатысады Жан Моне қатысады емес, қандай университеттер жеңіп алған Жан Моне жобаларын? Бұл жерде енді абсолютті көшбасшы Қарағанды Казпотребсоюз университеті, Гумилев университеті, КИМЭП ылғи қатысады, Нарикбаев атындағы университет өте жақсы қатысады. Жаңағы айтқан 2025 жылы жеңген жалғыз грант ол осы Нарикбаев университетінің үлесінде. Ары қарай Дулатов атындағы Қостанай университеті, Астана IT университеті, Уәлиханов атындағы университет, Назарбаев университеттері. Осы университеттер 21 жылдан бастап Жан Моне жобаларының үйлестірушілері атанған. Енді жалпы сіздерге түсініктілеу болу үшін қандай жобаны жүзеге асыруға болады Жан Моне аясында? Кез келген жоба сіздердің бағыттарыңызға байланысты, бірақ міндетті түрде оны Еуропалық одақпен байланыстыру керек. Мысалы, мына тақырыптарына қараңыз. Дулатов атындағы Қостанай университеті жаңағы Жан Моне орталығын ашты. Оның аты Центр передового опыта ЕС в области альтернативной энергетики. Немесе Астана IT университет, цифровая культура в высшем образовании, европейский взгляд, миграционная политика Европейского Союза. Яғни кез келген жоба да міндетті түрде Еуропалық одақпен байланысты бір элемент болу керек. Өйткені әрине Еуропалық одақ өз қаражатын бөліп отырғандықтан, олардың да бұл жерде мүддесі бар, қызығушылықтары бар. Бұның басты мақсаты Еуропалық одақтың тәжірибесімен жеткізу, тәжірибесін бөлісу басқа елдермен. Сондықтан да міне осындай сіздерге мысалы
2025 жылы алынған грант, жаңағы Нарикбаев атындағы университеттің Жан Моне модулі EU Digital Law дейді, яғни цифровое законодательство Европейского Союза. Бұл да Еуропалық одақпен тығыз байланысты. Енді сіздермен төрт жаңағы әрекетті атап өттік. Ең біріншісі ұтқырлық дедік, екіншісі әлеуетті арттыру, үшіншісі Erasmus Mundus, соңғысы Жан Моне болды. Егер сіздердің университеттеріңіз қатысам десеңіздер, онда уақыт өте аз қалды. Конкурс жылда қараша айының соңында басталады. Одан кейін ақпан айының ортасында уже дедлайн, яғни ең соңғы күн болады жаңа өтінімді тапсырудың. Қарашаның соңы дегеніміз ары қарай желтоқсанда жаңа жыл, тәуелсіздік күні, өте көп мейрам. Одан кейін қаңтар, ол да өте қысқа ай. Сөйтіп сіздердің жаңа өтінім дайындап өтінім тапсыруларыңызға өте аз уақыт беріледі. Сондықтан да егер сіздер жобалық өтінім тапсырамыз деген мақсат көздесеңіздер, онда дайындықты қазірден бастап жасау керек. Дайындықты қазір бастау керек. Негізі көп еуропалық университет, өте тәжірибелі университеттер, қазақстандық университеттерде дайындықты жаздан бастайды. Жаздан бастап консорциумдар іздей бастайды, жобалар іздей бастайды. Сондықтан да осындай кеңес берер едім, қазірден бастаңыздар. Сосын біз жаңа конкурстың нәтижелерін, кім өтті, кім өткен жоқ, оның бәрін біз шілде және тамыз айларында аламыз. Енді сіздердің жаңағы біраз ақпарат берілді ғой, сіздердің ойларыңызды кішкене құрылымдау үшін мынандай алгоритм жасадық. Міндетті түрде бұл алгоритмді қолдану керек емес, жай сізге көмек болу үшін жасап қойдық. Ең бірінші қадам біз PIC деп атаймыз, Participant Identification Code, яғни жаңағы порталда, Еуропалық одақтың жобаларының порталында сіздердің өздеріңіздің кодтарыңыз болу керек. Ол біздің ИИН сияқты, ЖСН сияқты, бірақ әр ұйымның өзінің коды. Бұл енді көбінесе халықаралық департаменттің жұмысы, яғни өтінім беру үшін сіздерге міндетті түрде осы PIC-ті тексеру керек, бар ма, жұмыс істеп тұр ма деген сияқты. Екіншіден, Erasmus Plus бағдарламасының өзінің өте жақсы бір нұсқаулығы бар, руководство программы Erasmus Plus. Ол көбінесе, ол жылда қараша айында жаңа конкурс ашылған бетте жаңартылып отырады. Өйткені ол жерде ең жаңағы өзекті жаңартылған ақпарат беріледі. Сол нұсқаулықтың ішінде әрбір әрекет бойынша өте егжей-тегжейлі ақпарат берілген. Міндетті түрде, егер жаңа грант холдер ретінде өтінім жасаймын десеңіздер, міндетті түрде бұл нұсқаулықсыз бастамаңыздар. Нұсқаулықпен таныспай жатып бастамаңыздар. Нұсқаулықты міндетті түрде оқып шығыңыздар. Оның ішінде жаңағы тірек сөздер, ключевые слова, соларды алып, тіпті жобалық өтінімнің ішіне қосу керек. Өте керемет нұсқаулық, содан бастаңыздар міндетті түрде. Одан кейін бұрын қаржыландыру алған жобалармен танысып шығыңыздар. Мысалы, сіздердің университеттеріңізде жаңа Text for Future, Water Diplomacy жобалары бойынша жобалық командалар бар. Сол жобалық командалармен әңгімелесіңіздер, кеңес алыңыздар, қалай жүріп жатыр, жобаны жоспарлауда неге мән берген, нені ескеру қажет деген сияқты сұрақтарға жауап алыңыздар. Одан кейін төртіншісі, біздің офис өте көп онлайн ақпараттық сессия жүргізген. Оның бәрі біздің YouTube каналымызда бар. Жаңағы ЕНУ-мен де, Казну-мен де, Казпотребсоюзбен де Жан Моне бойынша көп сессия жүргізгенбіз. Ол сессиялардың өзі тұнып тұрған бір өте көп ақпарат, өте құнды ақпарат. Сондықтан да соларды қарап шығыңыздар. Әрі қарай ең бастысы әрине сіздердің идеяларыңыз, концепттеріңіз, ойларыңызда уже кәдімгідей ой болу керек, қандай жоба жасаймын, оның мақсаты не болады, жоба біткенде қандай менде нәтиже болу керек, біз оны outcome дейміз, не болу керек. Міндетті түрде бағдарламаның басым бағыттарымен байланыстыру керек. Бағана мен айттым, әлеуетті арттыру жобаларына ол цифрлық трансформация, зеленая сделка, тұрақты өсу және жұмысқа орналасу деген үш басым бағыт бар. Осы басым бағыттармен міндетті түрде байланыстыру керек. Одан кейін әрине жобалық командаңызға кім кіреді, консорциумға қандай университеттер кіргізесіздер, еуропалық университеттер болса олардан кімді және неге кіргізесіздер, сондай мәселелерді ойластырасыздар. Сосын
жаңағы өтінімді жазу жұмысы басталады. Ең соңында конкурс ашылған бетте білу керек қандай өзгерістер болды, жаңалықтар болды ма конкурста. Өйткені жыл сайын жаңағы конкурстың талаптарында бір кішігірім өзгерістер болып отырады. Сондықтан да конкурс ашылмай жатып өтінімді аяқтап қоймаңыздар. Мынау енді сіздерге өте пайдалы сілтемелер. Жаңа мен айтып өткен Erasmus Plus бағдарламасының нұсқалығына сілтеме. Мынау әрбір сілтемеге бассаңыздар, кәдімгі автоматты түрде сол парақшаға өтесіздер, иә, кликабельный мына сілтемелердің бәрі. Одан кейін мынау портал Еуропалық одақтың жаңағы жобаларына арналған портал. Сіздер жобаға өтінімді осы порталда тапсырасыздар. Кейін жеңіп алып жатсаңыздар, гранттық келісім шартқа да осы порталда қол қоясыздар. Бүкіл жаңағы есеп берулеріңіз де осы порталда өтетін болады. Одан кейін порталда жұмыс істеу бойынша онлайн нұсқаулық бар. 2021-2027 жылдар қай елдер қатыса алады Erasmus Plus-ке, сол тізімге арналған сілтеме мынау. Одан кейін Еуропалық университеттер жалпы Erasmusқа қатысу үшін мына хартияда болу керек. Хартия Erasmus для высшего образования деп аталады. Яғни бұл жерде Erasmusқа қатысуға құқылы Еуропалық университеттердің тізімі берілген. Сондықтан да жаңа Еуропалық әріптес іздеп жүрсеңіздер, Erasmus бойынша жұмыс істейміз деп, онда міндетті түрде көз жеткізіңіздер осы тізімде бар екендігіне. Одан кейін портал проекттік жаңа қаржыландыру алған жобалардың порталы, қарап шығыңыздар қандай тақырып бойынша жобалар алынды, қандай консорциумдар бар деген сияқты. Бағанағы Erasmus Mundus Joint Masters магистратура бағдарламасы қызықтырса, мүмкін балаларыңыз, туыстарыңыз, түлектеріңіз түсем десе, онда осы сілтемені қолданыңыздар. Мынау енді біздің HERE командамыз. HERE дегеніміз Higher Education Reform Experts, яғни жоғары білімді реформалау бойынша ұлттық сарапшылар тобы. Бұл сарапшылар тобымен де біз бір қатар іс-шара А где она, интересно? бір қатар іс-шара өткізген болатынбыз, өткіземіз де. Осы ана аптаның өзінде біз семинар өткіздік, жоғары білімнің миссиясы мен құндылықтары деген тақырыпқа. Сондықтан да біздің сайтымызда ол бүкіл жаңалық бар. Осы топтың әрекетін, қызметін қадағалап жүрсеңіздер де болады. Мынау біздің байланыс құралдарымыз, офистегі Астанадағы телефон нөміріміз, біздің электрондық пошта, сайтымыз жұмыс істейді. Сайтта да бүкіл ақпарат берілген. Сосын әлеуметтік желіде де біз өте белсендіміз. Осы парақшаларға жазылып қойсаңыздар, онда бүкіл жаңалықтан хабардар болып отырасыздар. Енді осынау презентациям соңы, назарларыңызға рахмет. Енді жалпы нақты сіздердің университеттеріңізге беретін менің ұсыныстарым. Бағанағы 4 әрекет бойынша айтып өтейін, иә. Әр әрекет бойынша қандай ұсыныс берер едім сіздердің университеттеріңізге, Дулати атындағы Тараз университетіне. Кредиттік ұтқырлық бойынша сіздер көрдіңіздер, сіздердің көрсеткіштеріңіз өте жақсы. Бірақ әрине еуропалық серіктестеріңіздің аясын одан әрі кеңейте беруге кеңес беремін. Одан да көп ұтқырлық жобаларын жүзеге асырам десеңіздер, онда еуропалық серіктестеріңіздің тізімін толықтырып отырыңыздар. Мысалы, сіздер неше түрлі халықаралық симпозиум, семинар, конференцияларға барасыздар. Сонда міндетті түрде жаңа адамдармен танысасыздар, визиткалар әкелесіздер. Соны міндетті түрде халықаралық департаментке беру керек. Өйткені ары қарай халықаралық департамент сол серіктестермен байланысты орната бастайды. Сондықтан да бірінші әрекет бойынша кеңес, еуропалық серіктестеріңізді көбейтіңіздер, толықтырыңыздар. Әрдайым жаңартылып отыру керек тізім. Екінші, повышение потенциала ППВО, жоғары білім беру әлеуетін арттыру жобалары бойынша беретін кеңесім. Әрине консорциумдарға еніңіздер, қазірден бастап келесі конкурсқа дайындықты бастаңыздар. Сосын тағы бір кеңесім, сіздер өте тәжірибелі университетсіздер, білім беру әлеуетін арттыру жобаларын қарасақ. Сондықтан да сіздер сияқты 2-3 жобалар бар университеттер қазір грант-холдер атанып жатыр. Мысалы, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, Уәлиханов университеті 3-4 жобадан кейін, осы кезеңде 3-4 жобаны жасап, олар уже келесі деңгейге өтті. Келесі деңгей ол грант-холдер болу. Қазір Орта Азия елдерінің жоғары оқу орындарының грант-холдер болуы ол өте жақсы. Ол орысша айтқанда приветствуется, оған олар өте жақсы қарайды.
Сондықтан да егер әлеуетіміз жеткілікті, тәжірибеміз жеткілікті деп санасаңыздар, онда мына екінші әрекетке тек серіктес ретінде емес, грант холдер ретінде жобалық өтінім тапсыруға болады сіздерге. Соны ойлаңыздар. Үшінші Erasmus Mundus бұл енді тырысып консорциумдарға енуге тырысып жатқан университеттер өте көп. Бұл мүмкін сіздерге ертерек болар Erasmus Mundusқа қатысу, бірақ егер сіздерді консорциумға шақырып жатса, Еуропалық университеттер осы Erasmus Mundus бойынша, магистрлік бағдарламалар бойынша, онда міндетті түрде еніңіздер. Жан Моне бойынша айтатыным, Жан Монеға өтінім өте көп. Сіздер де егер қатысқыларыңыз келсе, жобалық өтінім бере аласыздар. Бірінші реттен өтпесе де, екінші, үшінші, төртінші жылы бірақ өтіп жатқан жобалық өтінімдер бар. Сондықтан да бірінші рет өтпей қалса, оған қатты қайғырудың несі жоқ, қажеті жоқ. Жан Монеға тапсыру үшін бірақ жобалық өтінім өте мықты болу керек. Сапасы өте жоғары болу керек. Өйткені бағана көрдіңіздер, 97 өтінім ішінен тек қана біреу өткен. Сондықтан да бұған саналы түрде өте үлкен дайындықпен бару керек Жан Монеге. Осындай менің кеңестерім. Енді сұрақтарыңыз болса, мен әзірмін жауап беруге. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Мына жерде чаттан. Чатта мына жерде жазылып тұр екен, көрдіңіз ғой да, Лаура ханым? Гүлназ Жарқынбекқызынан сұрақ: ұтқырлық бойынша Еуропаға IELTS-дан қанша балл болу керек? Жақсы сұрақ. Бұндай талаптар Еуропалық университетке байланысты. Яғни сіз ұтқырлық бойынша конкурс жарияланған кезде талаптарын оқуларыңыз керек. Еуропалық университеттер, қабылдаушы Еуропалық университет өзі қояды талаптарды. Ағылшын мынандай болу керек деген сияқты. Мысалы, студенттерге байланысты айтатын болсақ, GPA-ге талап қойылуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде қатып қалған талаптар жоқ, бәрі сол қабылдаушы Еуропалық университетке байланысты. Сондықтан да конкурс ашылған бетте міндетті түрде талаппен танысу керек. Осы жауабым. Рахмет. Сосын бізде вообще бұрында, или я путаю, вот для спортивного культура и спортқа бір отдельный бір бағыт болған, сондай болушы еді ғой. Соны қазір вообще жоқ бол, негізінде оны как раз вот выделять етіп еді ғой. Ол спорт деген бағыт негізі бар, бірақ Орта Азия елдеріне ол қолжетімсіз. Орта Азия елдеріне ол осы кезеңде ашық емес. Біз оған қатыса алмаймыз, өкінішке қарай. Сонда, Лаура ханым, біз қазір уже дайындық бастап кету керекпіз. Негізінде ноябрьде дедіңіз ғой, сол жерде уже не қылады, конкурс ашылады. Сөйтіп біз уже заявкаларымызды беріп, партнерларымызды іздеп, соның бәрін уже жұмысымызды атқарып не қылу керекпіз. Сол кезде январьда жабылады да конкурс. Январьға дейін болады ғой, Январьда әлі ашық, февраль, ақпан айының ортасында жабылады. Болды. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Бұл жерде жаңағы Text for Future және су дипломатиясы жобаларына қатысқандар бар ма осы қатысушылардың арасында? Негізінде бар, бәрін шақырғанбыз. Біз қазір енді анау су бағытында біз негізінде бастап қойғанымызда, бірақ бізде гидро білесіздер. Қазір гидромен жаңағы біз бөлінгеннен кейін біз гидроға вообще бергіміз келді, ол жаңағы Erasmus+, потому что там водная дипломатия байланысты, олар жасау керек еді. Бірақ ректоры не алмаймыз, қажеті жоқ, бізге өздеріңіз ары қарай жүргізе беріңіздер дегеннен кейін біз өзімізге аударып алдық та, жаңағыдай қазір бізде экономика и менеджмент кафедрасында сол жерде вместе вообще факультет права, экономики и права солар жасап жатыр. Сол жұмысты басқарып жатыр, сол жерде жұмыс. И бізде технологическийден ол жердегі не бар, жаңағы по текстилю. До этого бізде аяқ киім, кожа мен сол, ол бірақ бітіп қалды уже. Жақсы.
негізі жобалық өтінді егер жаңа гранттық келісімге сіздердің университеттеріңіз қол қойса, сіздердің университеттеріңіз сол жобаны аяқтаған дұрыс, басқа университетке бермей. Өйткені ол консорциумның құрамына өзгеріс енгізу, ол тағы да өзгеріс енгізу Өте деген сөз көп. гранттық келісімге. Оның бюрократиясы жаңа қағаз жұмысы өте көп. Мгм. Сондықтан да мүмкін сіздерде қалғаны дұрыс болады шығар деп ойлаймын. Мен неге сұрап отқаным, мүмкін сол әріптестер өздерінің тәжірибелерімен мына жерде бөліссе деп ойлағам, мына жаңа әріптестермен. Бекжан Абзалбек бар ма бұл жерде? Гүлзира ханым. Жоқ болса Жоқ, жарайды. наверное, сабақта да шығар. Мгм. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, сұрақтар бар ма, жоқ па? Жоқ болып тұр ғой сұрақтар. Жарайды, онда мен презентациям сіздерде бар, әріптестерге де жіберуге болады. Сұрақтарыңыз болса, біздің кеңсеге хабарласыңыздар. Рахмет Рахмет уақыттарыңызға. сізге, Лаура ханым. Сіздерге Көп рахмет, уақытыңызға рахмет, презентацияңызға рахмет. Міндетті түрде біз енді шақырамыз сізді осы жерге офлайн түрінде кездесіп, осы жерде жаңағы кездесу біздің факультеттермен, әріптестерімізбен, сол да жақсы болатын еді. Енді қолыңыз қашан бос болады, қашан енді графигіңізді уақыт болса, биыл уже біз кішкене тынышталдық. Әйтпесе өткен жылда на самом деле лицензия дедік, үйттік, бүйттік, әйтеуір көп нәрсе қолымызда тимей кетті, шыны керек ол жерде даже уақыт табуға, потому что постоянно жаңағы өзгерістер болғаннан кейін студенттерді бөлістік, үйттік, бүйттік, сонымен әйтеуір биыл енді уже осы қолға алып жұмысты ары қарай жасасақ жақсы болатын еді. Сізге де көп рахмет, презентацияңыз өте керемет, қызық, и бізге нақты керек нәрселер ғой. Сонымен уақытыңызға да рахмет. Әріптестерімізде де рахмет деп жазып жатыр. Жақсы, сәттілік тогда. Сіздерге де сәттілік. Жақсы, рахмет. Сау Жақсы. болыңыздар. Көп рахмет, қызықты болды.